Бәріңізге сәлем, бүгін бауырсақ. Сегодня бауырсаки. Казахское традиционное блюдо. Скорее, выпечка. Для приготовления бізге керек дрожжи. Бір қасықпен аламыз. Және сол қасықпен барлығында бірдей алып саламыз. Бір қасық қант, бір қасық тұз, 2 қасық сұйық май құямыз. Содан кейін жылы, бірақ чуть ыстықтау суды дайындап қоямыз. Сол суды құйып араластырамыз. Жақсылап араластыру керек. Дрожжы, ішіндегі қанты, тұзы барлығы еріп, осы суда жақсы араласу керек. Содан кейін 15 минут, 20 минутқа қоя тұрамыз. Сол кезде осындай болып дрожжылары көтерілу керек. Сосын уже дайындап қойған ұнымызға құйып, араластырып, илейміз. Илеген кезде ол жұмсақ болу керек, сәл сұйықтау болу керек. Сағаттан кейін қараймыз, сол кезде ол көтеріледі, оны қайырып илейміз. Содан кейін тағы қойып, 1-2 рет қайырып илесек болады. Содан кейін, менде мынау 3 сағат өткеннен кейін, осындай болып жұмсақ, жақсы көтерілген. Мен оны қайырып илегеннен кейін де өзінің жұмсақтығын жоғалтпай тұр. Жартысын бөліп аламыз, осылай қолымызбен бірінші жаямыз. Май жағу арқылы істедім. Одан кейін оқтаумен тегістейміз, және өзімізге қандай түрде формалар керек, солай кесіп майға қуырамыз. Майға қуырған кезде мұндай мен шұңғылдау кастрюля алып қуырдым, яғни бұны мен инстаграмда көрдім, сондықтан істеп көрген кезде маған қатты ұнады. Бауырсақтар өте жұмсақ, әдемі болып піседі, және өте құрамы дәмді болып піседі. Сосын өзін көпке дейін жұмсақтығын сақтап тұрады, осылай пісірген кезде. Міне қарасаңыздар, түсі де әдемі, түрі де әдемі, және өзі сондай жұмсақ болды. Жеген кезде өте дәмді. Ұнаған болса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздер қалай жасайсыздар бауырсақты, бөлісе отырыңыздар. Осы каналға жазылыңыздар, және ары қарай видеолар саламын. Сау болыңыздар, ас болсын.